кез келген қылмыстың жазасы болады дейді. Ауыр қылмыстың жазасы да ауыр болады. Мысалы, өмір бақи бас бостандығынан айырылады. Біз үшін бұл бәлкім жай сөздер ғана болар, алайда өмірінің соңына дейін сотталғандар үшін өте ауыр нәрсе. Бүгінгі видеода өмір бақи бас бостандығынан айырылған адамдар туралы айтып беретін боламын. Бәріне сәлем достар, сіздерді Рилнар арнасында қош көрдік. Кристиан Фернандес. 14 наурыз 2011 жылы Флорида штатындағы Джексонвилл қаласында 12 жасар Кристиан Фернандес өзінің 2 жасар інісін аса қатыгездікпен ұрып өлтірген. Кристиан 2 жасар баланы кітаптар тұрған шкафқа әдейі басымен ұрған. Ол соққыдан кейін байғұс бала көз жұмған. 12 жасар қылмыскерді үлкен кісідей соттаған. Кристиан Америка тарихындағы өмір бақи бас бостандығынан айырылған алғашқы жас өспірімге айналды. Флорида штатының прокуроры Анджела Кори Кристианды өмірінің соңына дейін түрмеге қамады. Себебі қоғамды мұндай жас әрі қатыгез қанішерден қорғау керек деп шешті. Кристиан жас өспірімдерге арналған түрмеде 2 жыл отырғаннан кейін оның ісі қайта қаралды. Бәлкім, болашақта бұл жас қылмыскерді уақытынан ерте босататын да шығар. Эмбер Перейра. 31 жасар Эмбер Перейра мас күйінде көлік жүргізіп, жол апатына ұшыраған. Соның кесірінен 3 адамнан тұрған бір жанұя қайтыс болған. 29 жасар әйел, оның 41 жасар күйеуі және 8 жасқа толу керек болған қызы. Бастапқыда Эмберді өмір бақи бас бостандығынан айырмақшы болған. Бірақ Эмбердің адвокаты барынша жалынып 20 жылға соттауын өтінген. Бірақ соған қарамастан Эмбер Перейраға 50 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған. Бобби Бостик. Миссури штатының тумасы Бобби Бостик түрмеге жас өспірім кезінде түскен. Оны 1995 жылы көптеген ұрлықтар мен қарулы шабуылдар үшін 241 жылға соттаған. Негізі, сот шешімі бойынша Боббидің мерзімнен ерте босап шығуға хақысы болмаған. Бірақ Бобби Бостик 42 жасқа келгенде ол өзін босату жайында арыз жазған. Боббидің арызы кері қайтарылғанымен соңғы жылдары көптеген адамдар мен бақ өкілдері Бобби Бостикті қолдай бастады. Бобби кісі өлтірмеген жас өспірімдерге аяусыз шешімдер қабылдап, ұзақ мерзімге соттамауын қолдайтын қозғалыстың көшбасшысына айналды. Тіпті Боббиді 241 жылға соттаған сот қызметкері Эвелин Бейкер өз шешіміне қатты өкінетінін айтып, Боббиге қолдау көрсетті. Қазіргі уақытта Бобби Бостик әлі қамауда, бәлкім болашақта оған аяушылық танытып, босататын да шығар. Конрад Шефер. Бұл 15 жасар бала өзінің достарымен Мичиган штатында қарумен атысқан. Соның кесірінен 2 бейгүні адам мерт болған. Оны 2 рет өмір бақи бас бостандығынан айырған. Конрад қайтыс болған адамдардың жанұяларынан кешірім сұрап, оларды абайсызда өлтіріп қойдым десе де, сот қызметкері қоғам қауіпсіздігі үшін сен сияқты адамдарды қамауда ұстау қажет. Бәлкім, болашақта мистер Шефер сияқты адамдардың табиғатын толық түсінетін шығармыз. Бірақ әзірге оның біздің арамызда еркін жүруіне жол бере алмаймын, деп айтқан. Қылмыс жасаған кезде Конрад кәмелет жасқа толмағандықтан өз ісін қайта қарап шығуға өтінішті тек 25 жылдан кейін ғана бере алады. Бірақ ол әрекеттен пайда шығатыны екі талай. Деонте Грин. Бұл 16 жасар бала көптеген сұмдық қылмыстар жасаған. 2 қария кісілердің үйіне кіріп, тонап, сосын қария әйелді зорлаған. Дарси Андерсон есімді әйелдің үйіне кіріп, балаларының көзінше атып тастаған. Және тағы басқа көптеген ауыр қылмыстар жасаған.
Деонте Грин өз кінәсін мойындамай қойғанға қарамастан, оны өмір бақи бас бостандығынан айырған. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Өмір бақи бас бостандығынан айыру әділ шешімге жатады ма? Пікірлеріңізбен бөлісіп кетіңіздер. Ал менде бүгінге осы. Әдеттегідей сіздерден лайк, арнаға жазылып, қоңыраушаны мыжып кетулеріңізді сұраймын. Баршаңызға аманшылық.